Хей достар, барыңызға сәлем, сіздермен бүгін мен Бек Сұлтан және де мен Асока. Достар, бүгін біздің арнамызда жаңадан өте керемет видео шығады деп тұр. Сондықтан да достар, сіздер видео бастамастан бұрын лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз видеомызды көп созбай бастаймыз. Олай болса достар, бүгінгі видеоның шартына келетін болсақ, бүгін бізде 24 сағаттық керемет челлендж. Асматарға өзің түсіндіріп кет. Достар, біз 24 сағат бойы қою немесе сұйық тамақ жейтін боламыз. Чо там, қалай тамақ жегенге батырсың примерно? Мен негізі қою жегім деп тұр, потому что сұйық су іше берген андай. Наоборот, жаз ыстық кайф емес пе? Сұйық нәрсе ішіп. Мен қою жегім деп тұр. Қою жегенде қақа алып, сосын ана дәретке барамай қап, бауырым тұйық деп қоясың ғой, сумен итеремей қаласың ғой. Су іше берсең, сен туалетке бара бересің ғой. Жарайды достар, ендеше қазір кімнің қандай тамақ жейтінін біз бірге шешетін боламыз. Ал сіздер достар, видео басталмастан бұрын лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Себебі достар, бізде 400 подписчикке кішкене ғана 5-ақ мың подписчик қалды, сондықтан барлығымыз арнаға тіркеліп отырайық. Дәл қазір тіркеліп кетіңіздер. Біз видеомызды бастай берейік. Короче, Асока, бүйтеміз, сен мына жерге қазір отыр, орындыққа отырасың. Мына жерде достар, бізде міне қою және сұйық деген екі парақ бар. Және де Асмұрат сен бүйтіп мынайға қарап отыр, наоборот, мынайға қарап отыр. Иә, сөйтеміз. Сөйтіп мен мына екеуінің орындарын ауыстырамын. Ауыстырамын достар, міне ауыстырып бүйтіп қойып қойдық ал. И сен бүйтіп оң қолмен, немесе сол қолмен таңдайсың. Білмейсің, міне артқа қарап таңдайсың сөйтіп. Давай. Оп, бәрекелді. Қара. Қою. Қою түсті. Асмұраттың өзінің қалағаны түсті. Ал ендеше достар, не істейміз? Кеттік. Таңға шықпа дейік бауыр. Дұрыс. Ал достар, сіздер барлықтарыңыз осы видеоға сендер тамақ іше бересіңдер, қыдыра бересіңдер, ақшаның барын қайдан табасыңдар десеңдер, достар, біз ақшаның барын AliExpress-тен табамыз. AliExpress-те достар өте жоғары коэффициенттер, тез төлемдер. Сондықтан да достар, тез осы видеоның астындағы бекітілген комментарийдағы сілтеме бойынша тіркеліп, мен достар осы Бекс промокодымды теріп тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге алғашқы салған 500 мың теңгелеріңізге 260 мың теңге дейін бонус береді. Сондықтан асықыңыздар. Так достар, біз кофе бум ішкен келіп, сағат бізде 12. Біз түскі обедке 12-де таңға ішінде отырып, міне Асмұрат отыр, қасында. Өзіңе қою тамағын таңдап жатыр, мен өзіме достар бір коктейльме бір алып шыққым келіп жатыр. Так, короче, достар, мен өзіме мынандай Орео деген милкшейк бердім, осыны кайфпен ішемін. И тағы да қасына мынандай манго марокко деген 0,4 литр лимонад қостым, осыны кайфпен қазір ішіп, күн ыстығы еще бір рахаттанып өзім ұйқымды ашып алмақшым айтып, ұйқым келіп жатыр. Так, достар, мен мына жерде хачапури по-аджарски дегенді алдым. И еще бір порция фри алдым. Енді осыны кайфпен качи. Қарным ашып тұршыласың. Бауырым, асып басайшы сенге сағынан жейіңізді түйіліп қаласың білесің ғой, артымен шетің суыңда болмайды сен. Чо там? Зато сен қарның ашып тұрады, а мен қарпайды. Көреміз қазір. Достар, міне біз заказ еткен заттар келді. Мен фрием, хачапури по-аджарски и беканың милкшейк пен солды келді. Енді Бека сол соқтарын ішеді, а мен кайфпен хачапури турап жей береміз. Достар, өте дамдыкен хачапури по-аджарски жеп-жептім. Фри, как всегда, кайф қалды. Достар, біздің тамақ келді. Мен жұмыстармен біраз босамай қалдым. Асмұрат өзінің хачапурин ұрып жатыр, фрин ұрып жатыр. Асока, чо там? Анам сен жамайсың сол. Тығылып отыра бер сөйтіп, тығылып, қақалып, шашылып. Зато сен жей алмайсың. Почти сондасың мына ішесің ғой, Ореоның кайфпен. Қазір достар, мына таста екен бұның ішіне, мына кайфпен ішпеймін ба? Маған достар әжептәуір тойып қалатын сияқтысың ғой. Асеканың көзін қыздырып айтыпса, Асмұрат дейтін ана хачапурин жеп тығылып, еще таза нан. Уже қараңыздар достар, аузында да жодан қалай екен? Нормально? Аузында ұстап уже қиналып отыр достар, амен болсын. Кайфпен, мынандайлар жеуге болмайды шығар маған енді. Болмайды. Сұйыққа салынған ғой? Иә, салынбайды. Жарайды. Пешене бар. Общем, солай достар. Алтық достар отырғанымызға примерно уже 1 сағаттай болыпты. Мен мына милкшейгімен солымды капут қылып салдым. Тез-тез күн ыстық себебі телефон шыққай, TikTok көріп отырып ішіп жатырмын. Асмұрат өзін. Мен жепсам хачапуримен фриді. Бірақ арен жедім. В общем, ұрып плотно тойды, бірақ тығылып қалды общем Асмұрат. Шөлғанде қарын той деді, қойсай? Шөлғанды достар, короче,
Қарным енді ашып бастады достар, жаңа ішкен нәрсем суық болып кетті. Асылмұрат хачапурин бітірмепті ғой, хачапурин салып алды өзімен кейін жеймін дейді. Достар, видео ұнап жатса лайктарыңызды басып барынан тіркеліп отырыңыздар, біз ары қарай жалғастыра береміз. Алдық достар, біз обед ішуге супермаркетке келдік. Мен өзіме сұйық заттар іздеймін енді, ал Асылмұрат өзіне қою, в общем, кәдімгі жейтін нәрсе іздейтін болады. Мына шоколадтардан көрейін болар қоюға емес, бір қаттыға кететін сияқты, сондықтан шоколадтар болмайды. Так, достар, мына жерде күшті рулет алып, шай ішуге кайф кетеді. Мен шай іше алмайды екенмін ғой достар, бірақ мынаны кайф кетеді. Мынау зор кетеді. Так, достар, мен мына жерде бауырсақ аламын. Бауырсаққа қазір колбаса қойып, кәдіммен әлекте жеп аламын. Достар, Асиго өзіне заттар алып ұрып жатыр, мен түк ала алмай жатырмын. Иә, бекәрі табылмай жатыр. Мен бауырсақ, рулет и тағы да нан алсам достар. Так, достар, мен нан ала бергенше салат алайын дедім да. Мына жерде цезарь салаты бар, осы цезарь салатын алатын боламын. Кайфпен, шай ішіп, осы цезарь салатын ішейін. Достар, біз енді Асылмұрат біраз нәрсе жинап алды, мынандай сәбіз салат алды, цезарь, нан, бауырсақ, в общем, баланың қарны тойын деп тұр, бірақ бұл бәрін жеп тығылып, әлі сол жағын ойламай жатыр бұл. Қақалып, шашалып, мен мына жақтан өзіме бір не аламын, осындай бір бигбон алып аламын. Осы бигбонның қазір сорпасын ішетін боламын. Жоқ, одан да көріп, мынандай алсақ та, сразу ыдыс. Осының құр сорпасын ішетін боламын. Достар, сәл болсын өзімізді алдап қойып, кішкене болсын тойымды нәрсе ғой енді. Биос ой осындай, клубничный. Осы биос ішіп, сәл болсын өзімізді алдай тұрайық, мына челлендж біткенше енді. Так, достар, сушняксыз қалай енді, сушняксыз болмайды ғой. Бір мына жерден мынандай макс шейімізден алайық өзімізді. Сондағысы менде биос, макс шей и роллдың ғана Асылмұраттың тамақтары енді плотно olur. Алдық достар, біз үйге келдік, Айшекеміз бейтіп, можжеңіп, столды жайнатып қойдық. Міне қарап өтіңіздер, Асылмұраттың тамақтары, лепешка, бауырсақ, рулет, салат. Мен өзім роллтымды жасап қойдым. Мына жерде макс шай биос, кофе жота ішкімей алды үйге келдім, себебі дала жаман ыстық екен. Макс шайды ашып ішіп қойыр енді. Бірашқа, мынаның бәріне қақалып, дәс. Вот, в общем. Шамайсың сен бірашқа? Там болмайды ішуге. Анан жеп отыра берсе бол. Так, достар, мен мына жерде бауырсақ көрейін. Майлы екен достар. Салаттың дәмі бөлек достар. Мына жерде цезарь бар. Дерс келген достар, тауықтың дәмі. Көзі қызыртады да, достар, осылай тамақ жеңіл тұрған айта алмайым ше енді. Біз құр осы биостарымыз ішіп отырамыз енді, роллымызды күтіп отырмыз. Бұнды құр сорпасын ішеміз, слабшасын жеуге болмайды. Бекар мына тамақтары көздер қызып отырса, мен наоборот соққа роллтың шықмай тұр да. Су жетіспейді маған. Бәріне су жетіспейді. Ал, аштық міне осындай болды достар роллымыз. Лапшасын жейін кеп тұрады. Ол роллдың бәрі лапшасы үшін жейді ғой негізі. Ама жоқ, құр сорпасын ішеміз міне достар. Тек сорпасын. Сорпасының бүкіл специясы кетіпті достар. Сәл болсын бір дәм сезіп атырып қойымды. Мына достар, сухомятка, сорпасы, сусыз болмайды да достар. Осындай полезный нәрсе істеу керек адам деген. Ыстық сорпа ішіп. Достар, осының бәрін ішет-ішетті, туалетті кіре береді, сосын көресіздер ғой. Қарын той деп айтайын десем, қарын тоймады, қарын ашып атыр. Тек су, артынан кіші дәтке жүгіріп атыр. Ал мына бір бөлшіге болса, үлкен дәретке барған кезде шықпай қиналып атыр. Ау да ойлап қоямын да е. Так, достар, енді десерттің уақыты келді. Асылмұратта десертке мынандай рулет, кайф. Ал менде десертке биос. Биос десерт деп өзімізді өтірік болсын алдап қоятынымыз бар енді. Ал, Ашко, енді рулетті жеймін. Кайф екен. Бисмилля. Жодан жезіме шамайсың да е, бірақ. Зор осы биосты достар, кім жақсы көрді лайк басып кетіңіздер. Кішкентай кезімнен бері осыны ішіп келатырмын. Алдық достар, біз Асылмұрат екеуміз кешкі ас ішуге Акадзаки кафесіне келдік. Асылмұрат қасында. Кешкі асқа достар енді қазір таңдаймыз. Менюді алдыртып, Асылмұрат жейтін нәрсесі қою.
Мен тек сұйық, қазір бір сушен күшнәкшем қарын ашып отырмақ негіз. Так, завтрактардан сразу өтіп кетеміз. Завтрактардан. Так, достар, мен мына жерде ойлана келе көрейін су боламын деп ойлап тұрмын. Бірақ бұны жаңағы лапша еттер маған жеуге болмайды. Тек сорпасын ішемін, короче. Тек сұйық нәрсе маған себебі. Так, достар, мен, короче, мынандай оптимальный деген сет аламын. Уже пиццасы бар, сушisi бар, осыны кайфпен жейтін. Нешесін? Сен ешнәрсе жеуге болмайды, қою нәрсе жоқ. Сен зато мынаны жемейсің. Так, достар, мен қазір бір ыстық, бір чайчик өтіп тұр. Бізде Астанада что-то күн суып кетті. Қазір бағана азанда жылы еді. Қазір кеш батып, что-то суық болып кетті. Сондықтан бір осындай ягодный чайдан көрейін деп жатырмын. Алда достар, мен ыстық шай келіп қалды. Шайымнан іше берейін, мен ашық ренжіген жасын. Ягодный чайымыздан ішіп көрейік енді. Алда достар, мен сорпамда келіп қалды. Ашымрат пиццасын қарап жатыр. Пока. Что-то слабо. Мен шайымды ішіп, ақырындап отырған кезде сорпамда келіп қалды. Бисмилля, дәмін көрейік. Лапша тауықтарын жеуге болмайды маған, Болмайды. Тек сұйық сорпасынан, Блин, обидно. Сорпасы дәмді екен, күшті екен. Достар, мына жақта отырып, сорпа ішіп, шай ішіп, что-то терлеп кеттім, болмай кетті. Тағы да салқын дада согына заказ бердім. Аямай су осып тұр маған. Міне дада согы. Осын кайфпен ішіп отырмын, оның Асымұрат болса пиццасын жеп отыр, су ішкісі келеді. Айттым саған, сұйығын таңда дедім. Өзің қойуын таңдап алдым. Ой, достар, қарын тойды. Кайфпен жолым, достар. Қарын тойды дегенде қарын ашып кетті, достар. Қарын әлі ашып тұр негізі. Жаман шөлдеп кетті. Бүгін жеген, ішкенім барлығы су болды, сұйық болды. Ертең ар жағы не болатынын білмеймін. Асымұрат енді сығылып нетіп қалды. Зато оның қарны тоқ. Достар, әр нәрсенің өзінің минустары бар. Видео ұнап отырса, лайктарыңыз басып барынан тіркеліп отырыңыздар. Ал олай болса, достар, видеоны көп сөзбен енді бітіре берейік. Осымен тәмам. Бүгін таңғы асты іштік, түскі асты іштік, кешкі асты іштік. Видеоны ұнаған болса, лайктарыңыз басыңыздар. Тағы да қандай неден түсірейік? Суық, ыстық, ащы, тәтті деген сияқты комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Мен Бексұлтан, және де давайте.